Бәріңе сәлем, сіздермен бірге банда достар. Бүгінгі біздің видеомызда МКП құлдырау, қазақ МКП комитеті неге құлдырап жатыр және сол жайлы айтып беретін боламын. Яғни сіздер ойлап тұрсыздар, не істеп жүрсің МКП-де, кет МКП-ден ФОФО-ға көш деп. Енді соның бәрін бүгін біз видеода айтатын боламыз. Ендеше видеомызға кеттік. Қазір картамызға да келдік. Енді қазір мен неге МКП-ге көшкенім жайлы айтамын. Яғни қазіргі таңда МКП өте қатты құлдырауда. Қазақ МКП комитеті қатты құлдырауда. Ешкім яғни айтып орынды. Достар, мен де қазақ МКП комитетін дамытайын ба деген ой болды. Бірақ дамыта алмасам да дамытуға тырысамын. Енді МКП білеміз. Шамамен құлдырап түсіп деңгей түскен білемін. Енді бәріміз МКП көтерілуіне алып салсақ жігіттер. Қайтып оралайық МКП-ге. Қайтып оралайық МКП-ге бәріміз келейік. МКП-нің дамуына көмек берейік, достар. Мен айтқым келгені сол. МКП қазіргі таңда өте қатты құлдырау үстіндегі. Ойын десек те болады. МКП-де қазір ешкім жоқ. Почти Изгар бар. Изгар, одан қайтып келді десек те болады. Изгар қазір бар. Бірақ Изгарда 300 подписчик болады. МКП мен дамытқым келеді. Одан жалықтым. Ешкім аккаунт бермейді. Аккаунт жоқ. Аккаунт маңдерді емес. Жалықтым. Білем, ода актив болмайды. Бірақ до конца МКП-де қалам, Білем, қазіргі таңда ФОФО-да өте мықты актив деген жоғары десек те болады. Бірақ мен МКП-ні тастамаймын. Енді менің бар айтқым келгені сол. Сіздермен бірге болған бүгін банда комментарий түскенше